Енді біз тікелей асықты жілік және кіші жіліншік немесе шыбық сүйекке қарай тоқталатын болсақ, бұлар бізде балтыр сүйектерін құрауға қатысады. Оса крурис деп те атайды бұларды. Соның ішінде біз асықты жілікке. Асықты жілік бізде ең қызықты бір факторды мен телеграм каналыма қойғам. Сіздерге телеграм каналды жібермедім бе, кейін жіберіп қоятын болам. Сол жақта осы асықты жілікке байланысты өте қызықты информация бар. Соның ішінде Париждегі Эйфель мұнарасын білесіңдер ме? Эйфель мұнарасы осы тікелей асықты жіліктің дизайнында конструкцияланған делінеді. Яғни жаңағы соның инженері бізде өзінің анатомиядан сабақ беретін досына барып, осы бір сүйекті көріп, қаншама, мысалға бұның ерекшелігі, бұл бізде ағзадағы ортан жіліктен кейінгі екінші сүйек, ең мықты сүйектердің қатарына жатады. Себебі бүкіл ағзаны өзіне алып, ары қарай табан сүйектеріне қарай беретін, аяқ бас сүйектеріне қарай беретін және ерекше конструкциямен қамтамасыз етілген. Соны былайша егер де төңкеретін болсаңыз, шынымен де Эйфель мұнарасының бізде конструкциясы келетін болады. Бұл да бізде ұзын түкшелі сүйек болғаннан кейін не істейміз? Проксимальды дистальды эпифиздерін, проксимальды дистальды метафиздерін және диафизін ажырататын боламыз. Соның ішінде бізде проксимальды эпифизінде не көруге болады? Ол әрине екі айдаршағын көруге болады. Кондилис медиалис, кондилис латералис. Тиісінше бұлар ортан жіліктің өз аттас айдаршықтарымен не істейді? Буындық бет құрауға қатысады. Енді осының бізде жоғарғы жағын бірден шешіп алайықшы сіздермен. Міне, өте керемет сурет. Кондилис медиалис пен кондилис жоғарғы жағынан қарағандағы көрінісі, яғни былай қарағандағы көрінісі. Бұл жақта бізде тиісінше мына буындық беттер құрайды, фациас артикуляристерді. Және мына жақта бір шығыңқы, оны әсіресе мына жақтан көруге болады. Міне, мына бір шығыңқы. Жалпы осы бір шығыңқыға біз эминенция интеркондилярис, айдаршық аралық шығыңқы деп атайтын боламыз. Ал оларды жеке-жеке алған кезде бізде екі төмпек көрінеді. Туберкулум интеркондиляри медиали және латерали. Мына жақтағы екі төмпеге туберкулум интеркондиляри латерали және медиали. Тиісінше жаңағы айдаршық аралық медиали және латералды төмпек болып саналады. Осы эминенция интеркондиляристің алдыңғы жағында қалған алаңға біз арея интеркондилярис антериор алдыңғы айдаршық аралық алаң деп атаймыз, және оның артқы алаңына біз тиісінше арея интеркондилярис постериор деп атайтын боламыз. Түсінікті ма? Келесі, бұл жақтан тағы не көруге болады? Негізгі басын айттық, проксимальды эпифизин. Енді былай қарай түссек, алдыңғы жағында бір бұдырмақтарды көруге болады. Тубероситас тибия, яғни жаңағы санның төрт басты бұлшық етінің келіп бекейтін жері болып саналады. Түсінікті ма? Тубероситас тибия деп аталынады. Асықты жіліктің бұдырмағы. Одан кейін біз келеміз денесіне. Қазір денесін айтып өтемін, себебі бұл жақта үш құры, үш беті болады. Және біз тікелей сіздермен неге қарай өтіп кетеміз? Дистальды эпифизіне. Дистальды эпифизінде әрине шығып тұрған мынандай бір толарсақты көруге болады. Бұған біз медиальды толарсақ, малеолярис, медиалис деп атаймыз. Ұстап көрсеңіздер, ішкі жақтарыңыздан көрініп тұрады сол толарсақ сипап сезіледі. Және оның біздегі латеральды жағында инцизура фибулярис деген кіші жіліншіктік не бар? Тілік бар. Себебі кіші жіліншік келіп бекейді осы бір жақта. Енді бұның артқы жағын қарасаңыздар, мына бір жақта бізде бір жүлге бар, оған сулкус малеолярис деп атайды. Тиісінше біз енді төменгі жағынан қарайықшы. Міне, төменгі жағынан қарағанда мынау дистальды эпифизин. Төмен қаратқан кезде бізде екі буындық бетті көреміз. Бұл жақта бірінші буындық бет фациас артикулярис малеолей медиалис, медиаль толарсақтың ішкі жағында орналасқан, және мына жақта бізде фациас артикулярис империор төменгі буындық беті бар. Негізгі осы, және қалайша мұны біздегі кіші жіліншіктің кеп инцизура фибуляриске орналасқанын көріп тұрсыздар. Бұл жақта да бізде тиісінше буындық бет болады. Енді біз денесін айтып кететін болсақ, денесінде тура сондай бізде жаңағы нелер бар, қоректік тесіктері бар, форамина нутрициум деп аталынады. Және біз ортан жілігімізді неге бөлеміз? Үш қырға, үш жиекке және үш бетке бөлетін боламыз. Соның ішіндегі алдыңғы қыры, оны адам
өзі де терінің астынан сезіп көре алады, өткір бір жиегі бар. Бұл бізде марго антериор, алдыңғы жиек деп аталынады. Және мына бір жақта бізде марго медиалис деген жиек бар. Міне сезіліп тұр, көріп тұрсыздар. Және ішкі жақта бізде марго латералис, латеральды жиек, немесе кіші жіліншікке қараған беті болғандықтан да кіші жіліншікке бұл бетті біз не дейміз? Марго интероссе деп атаймыз. Марго интероссе тиісінше өзі аттас кіші жіліншіктік марго интероссемен бірігетті сүйек аралық жарғақтың жаңағы келіп бекитін тұстарын қалыптастырады. Мембрана интероссе круристі құрауға қатысады. Және де бұның бізде үш беті бар, ол әрине. Былай қарайтын болсаңыздар, малеолярис медиалис, медиальды бет әрқашанда медиальды бет болады. Фациас медиалис, медиальды бет. Фациас латералис себеп кіші жіліншікке қарап тұр, және фациас постериор, артқы беті деп аталынады. Түсінікті ма? Және артқы бетінде, артқы бетін қарайтын болсаңыздар, бір ерекше бір сызықты көруге болады. Міне қиғаш бір сызық. Бұл линия мускули салей дейді, яғни камбала тәрізді бұлшықеттің келіп бекитін жері сирақтың ішкі топ бұлшықеттеріне жататын бұлшықет болып саналады. Түсінікті ма? Негізгілері осы. Енді біз сіздермен бірге неге қарай өтеміз? Кіші жіліншікке, немесе шыбық сүйек деп атайды. Осы фибуля, бұл бізде бұлшықеттердің арасына кіріп кеткендіктен де қатты байқамайды, және де ең жиі сынатын сүйектер қатарына жатады. Түсінікті ма? Енді тікелей бұның да бізде проксимальды дистальды эпифиздерін, проксимальды дистальды метафиздерін және диафизін анықтаймыз. Соның ішінде біз сіздермен проксимальды эпифизіне қарай кететін болсақ, ол ең бірінші капут фибуля басы, колюм фибуля мойны, және басында бізде бір нені көреміз? Апекс капитис фибуляны көруге болады, яғни кіші жіліншіктің ұшы. Және осы бетте бізде буындық бет құрайтын жері бар. Фациас артикулярис кафетис фибуля деп аталынады. Денесінде бізде үш жиекті және үш бетті ажыратамыз. Қазір көрсетеміз сіздерге. Және дистальды эпифизінде не көруге болады? Әрине ол бізде латеральды толарсақ. Малеолярис, латералис, оның да бір кішігірім жүлгесі болады. Сулкус малеолярис. Және де ішкі бетінде де бізде буындық бет болады. Фациас артикулярис малеолярис латеральды толарсақтың буындық беті. Және ішкі жағында фосса малеолярис латералис, яғни латеральды толарсақтың несі бар? Шұңқыры орналасқан. Сонымен, біз енді кіші жіліншіктің диафизіне қарай келетін болсақ, ол әрине бізде денесінен құралады. Бұның өз кезегінде үш беті және үш жиегі болады. Және бетінде бізде форамен нутрициум деген қоректік тесіктері болады. Ең бірінші беті ол әрине марго антериор, және артқы беті бізде марго постериор, және мына жақта үшкірлеу келген беті бар, бұл бізде марго интеросеус деп аталынады, яғни сүйек аралық беті. Жаңа айтып өткендей, бұл беті бізде асықты жіліктің өз аттас жиегіне қарайды. Осы жақта бізде мембрана интероссе крурис орналасады. Тесінші мына жақта жоғары жағына қалып кеткен бетіне біз креста медиалис, медиальды қыры деп атаймыз. Және тесінші үш беті болады. Фациас латералис, фациас медиалис және фациас постериор деген беттері болады. Келесі ретте біз енді дистальды және проксимальды эпифиздерінен қарайтын болсақ, соның ішінде проксимальды эпифизден қарасаңыздар, біздегі кіші жіліншіктің басы қалай байланысқан? Капут фибуляция. Мына жақта бізде артикуляция тибиофибулярис деген буынды құрауға қатысады. Және де дистальды эпифизінде малеолярис латералис, яғни латераль толарсақ латераль жаққа қарайды. Мына жақтағы орналасқан бізде фациас артикулярис малеолярис латералиспен бізде не істейді? Тілерсек сүйектерімен және сонымен қатар мына жақта орналасқан асықты жіліктің инцизура фибулярисмен барып буындық бет құрауға қатысады. Енді біз сіздермен сирақтың сүйектеріне, соның ішінде үлкен жіліншік дейді, немесе асықты жілік дейді. Осы тибияға қарай тоқталатын болсақ, осы тибияның да бізде дистальды және проксимальды және дистальды эпифизден
проксимальды дистальды метафиздар және диафизны ажырататын боламыз. Тиісінше біз дистальды эпифизіне қарайтын болсақ, бұл жақта бізде айдаршықтарды көреміз. Тиісінше ол кондилис медиалис, кондилис латералис деп аталынады. Және де екі айдаршықтың арасындағы мына бір шығыңқыға эминенция интеркондилярис деп атаймыз. Олардың өзі де бізде екіге бөлінеді. Туберкулум интеркондилярис медиалис және туберкулум интеркондилярис латералис. Осы екеуі бірігіп бізде эминенция интеркондилярис және айдаршық аралық шығыңқыны құрауға қатысады. Және мына бір жақта бізде екі алаңды ажыратамыз. Арея интеркондилярис антериор және арея интеркондилярис постериор, алдыңғы және артқы айдаршық аралық алаңдар деп бөлінеді. Мына жақта бізде буындық беттері бар. Сонымен қатар бізде мына жақта анық емес. Бір сүйекте көрейік. Мына бір сүйекте асықты жіліктіңе латеральды айдаршық жағымыздың астыңғы жағында бізде бір буындық бет бар. Бұл фациес артикулярис фибулярис деп аталынады. Себебі осы жақта бізде артикуляция тибофибулярис деген буындық байлам жүзеге асатын болады. Кіші жіліншіктің басымен байланысатын жер болып саналады осы бір жер. Және алдыңғы жағынан қарайтын болсақ, мына бір тұста бізде бір тубероситас тибия немесе тубероситас тибиалис немесе тубероситас тибия, яғни асықты жіліктің бұдырмағын көруге болады. Бұл жақта санның 4 басты бұлшықетінің сіңірі келіп бекитін жер болып саналады. Келесі ретте біз енді дистальды эпифизіне қарай өтетін болсақ, бұл жақта бізде ең бірінші көзге көрінетін ол мына бір шығыңқы, немесе бұны біз малеолярис медиалис, медиалды толарсақ деп атайтын боламыз. Медиалды толарсақ, ал латеральды жақта бізде бір тілік бар. Мына бір тілік инцизура фибулярис, себебі жаңағы фибуляның буындық беті кеп жалғасатын болады. Және жоғарғы жағынан қарайтын болсақ, бұл жақта бізде екі буындық бетті ажыратамыз. Фациес артикулярис малеолярис медиалис және фациес артикулярис инфериор деген. Бізде малеолярис медиалистің ішкі жағында және артқы бетінде жүлгені көруге болады. Сулькус малеолярис толарсақтық жүлге деп аталынады. Негізгісі осы. Сонымен бізде денесіне диафизіне қарай өтетін болсақ, бізде 3 жиегін және 3 бетін ажыратамыз. Бірінші жиегі бұл өзімізге де ұстап білінеді тері астынан, өткір бір жиек марго антериор, және мына жақ малеолярис толарсақ, медиалды толарсақта малеолярис медиалис жақта орналасқан марго медиалис, және бізде латераль жақта орналасқан марго интероссия орналасқан. Бұл не үшін керек? Бізде бұл жақта малеолярис марго интероссия деп атайды, немесе марго латералис. Бұл кіші жіліншіктің марго интероссиясына қарай, яғни сүйек аралық жиегіне қарай қарайды да, осы бір тұсты бізде толығымен мембрана интероссия, яғни сүйек аралық жарғақ жауып жататын болады. Және бұның денесінде де бізде қоректік тесіктер, форамина, нутрицумдар орналасқан. Және артқы бетінде бізде ерекше көрінетіні ол мына бір сызық. Беттен ажырататын болсақ, бізде фациес медиалис, фациес латералис, және мына жақта бізде фациес постериор. Фациес постериорда мына бір сызықты көруге болады. Бұл бізде линия мускулус солей, яғни камбала тәрізді бұлшықеттің келіп бекитін жері болып саналады. Негізгі осы. Енді сіздермен біз фибуляға қарай өтетін болсақ, фибуля кіші жіліншік немесе шыбық сүйек деп аталынады. Бұның өз кезегінде басын ажыратамыз, капут фибуля, мойнын ажыратамыз, колон фибуля. Сонымен қатар мына жақта апекс фибуляны ажыратамыз. Бізде апекс капис фибуля дейді. Кіші жіліншіктің басының ұшы. Оны қарасаңыздар, жаңағы біз айтып өткен фациес артикулярис фибуляриспен келіп, кіші жіліншіктің басы, сол жақта бізде буындық беті бар, сонымен келіп бізде артикуляция тибофибулярис деген буындық бетті құрауға қатысады. Төменгі жағынан қарайтын болсаңыздар, төменгі жағында бізде малеолярис латералисті, латералды толарсақты көруге болады. Сонымен қатар оның ішкі жағында бізде ішкі жағында буындық бетті көреміз, фациес
артикулярис, малеолярис инфериор, сонымен қатар мына бір жақта бізде шұңқырды көреміз, фосса малеолярис латералисті көруге болады, және оның сыртқы жағында бізде жүлгені көреміз, сулькус малеолярис, толарсақтық жүлге деп аталынады. Сонымен біз кіші жіліншіктің диафизінде үш жиекті үш бетті ажырататын боламыз. Ол ең бірінші бізде марго антериор, марго антериор, және мына жақта бізде марго интерсе жиек аралық жиек, және марго постериор артқы жиек. Осыған байланысты бізде үш бет ажыратылады. Фациес антериор алдыңғы беті, фациес постериор артқы беті, және фациес латералис. Бізде оған ориентир латеральды толарсақ болады, латеральды беті болып саналады. Және бұл жақтан енесінде бізде жаңағы қоректік тесіктері форамина нутритиумдар орналасқан. Негізгі осы